Ассалаумағалейкум. Әрқандай тұмау ауруы немесе COVID-19 болсын, барлығында алдымен оң жақтан қолдың қарыншасы шынтақтың илетін жер. Осы жерден бастап тарау керек. Бұл жерде үш үлкен нүкте бар. Үш саусақпен келген. Сол үш нүкте ашылу керек, және осылай көлбеуінен толық ашылу керек. Бұл жерде күміс жүзік сары майға малып отырып, не құйрық майға малып отырып тарау керек. Сәл патырыңқырап тараса, ет пен сүйектің арасындағы үлкен тамырлардағы шықпай тұрған қандар шығады. Одан кейін нүктелер ашылады. Екіншісі, кеуденің қолтыққа қарай түскен жерінде, бұғанадан төмен қарай, осы жерде өкпенің нүктелері болады. Бұлар толығымен таралып астына қарай, жоғарыдан төмен қарай май жағып отырып таралады. Содан кейінгісі желке. Желкені жотадағы бірінші үлкен сүйек, осы жерден бастап шаштың түбіне дейін, сүйекке тиген жеріне дейін, осы жерден екі үлкен нүктесі бар. Сол нүктеге дейін толық таралады. Одан кейін екі жағы таралады. Бұл жерде екі нүкте, сол жағында да екі нүкте, жиын 6 нүкте. Сол нүкте ашылу керек, және осы қуат тамыры толық ашылу керек. Қуат тамыры ашылғаннан кейін бар, қан жүреді. Одан кейінгісі қырарқаны төмен қарай тараймыз. Қырарқаның өзімен тарап, қатты ауырса ақырын тараймыз. Құйымшаққа дейін бару керек. Қырарқаның омыртқаның қанаттары арасындағы тигізіп отырып, екі жағы таралады. Одан кейін жауырын сүйектің ортасындағы бұлшық еттің жолдары таралады. Және жауырынның өзі иықтан былай қарай, қолдың басына дейін. Одан кейін жауырынның өзінде үш нүкте болады. Осы үш нүкте ашылу керек. Содан кейін бар, жауырынның астында үлкен нерв тамырлары мен күре тамырлары болады, қан тамырлары. Осылар толық ашылу керек. Содан кейін тігінен тарап болған кейін енді әрбір қабырғаларды солай тарау керек. Осылайша бүкіл денені, аяқты тізені айландырып, қылтаны, балтырды, санды, ішкі жағын, сырт жағын, асты үстін толығымен тарап болған кезде мөлшері 3 айдай уақытта, бірінші аптасында күніне 1 рет, екінші аптасында 2 күнде, 3 күнде 1 рет, төртінші аптасынан бастап толық жақсы болып кетсе, онда аптасына 1 рет. Сөйтіп толық тарап болғаннан кейін әрқандай сау жер қалдырмай. Денеде әсіресе қолдың ішкі жағында, аяқтың ішкі жақтарында түйілген қандар болса, түйме секілді, қап-қара күйе секілді болады. Онда сол алдыңғы қан тамырдың алдыңғы жағы арт жақтарын тарап, одан кейін сол түйіліп тұрған жердің өзін тарау арқылы толық ашылып болған кезде, енді нүктелердің барлығы ашылды, қан келетін болады, және етке, сүйекке, теріге айланатын болады. Сол кезде дене ыстық болып тұрады. 36 градус, 37 градус аралығында сондай ыстық болып тұрады. Ал бұлар бітілген кезде адам денесі мұздай суық болып тұрады. Сол суық болып тұрған денеде қан айналымы дұрыс болмайды. Келген қан етке, теріге айланбай қалғаннан кейін барған сайын қан тамыры бітеліп, ең соңында жүрек қысылады. Жүректегі қан толық бармай жатқаннан кейін өкпедегі оттегі баратын жеріне бара алмай, өкпенің ішіне көп мөлшерде оттегі жиылып, сол оттектен улану деген ауру болады. Ең соңында өкпе қабынып, егер оған система салдырып, сондай зиянды заттар, химиялық заттар денеге көп мөлшерде кірсе, енді өкпеге су жиылу болады. Сол кезде тыныс алудың өзі қиын болып, жағдай мүшкіл болады. Сол үшін біріншісі тарау, екіншісі тұз суды көп ішу, үшіншісі тұз, зәнжабіл, ембір, қытайшасын жаңа дейді, қазақша жем-жемі деп айтады. Құранда Алла зәнжабіл айтқан, сол зәнжабіл, тұз екеуін қайнатып, қалампыр болса тіпті жақсы, соны чай орнында ішу керек. Енді оған жеміс қосса, қалампыр қосса, оны тіпті де жақсы болады. Адамның денесіне қажетті қанық жемістерден, араның балынан, соны тез еритін нәрселерден келген кезде қан өте күшті болады. Ал енді ақ ұннан, ақсекер, мұзсекер, шоколад секілді заттардан келгенде ол зиянға айланады. Сондықтан тек қана Құран Алла шифа деген, сондай таза, жақсы нәрселерден тұтынған кезде әрқандай ауру тез арада жақсарады. Үшіншісі, сорпа дәрі ретінде қолданамыз. Ол қандай жасалады деген кезде 7 тал сарымсақ, жарты жұдырықтай зәнжабіл, ембір, 21 талда 41 талға дейінгі аралықта қалампыр, 3 үлкен қалақ, дәу қасық, 3 дәу қасық тұз, таза тұз болса ең жақсы, йод қосылмаған. 3 литрдай суға соны қайнатамыз. Егер құйрық май болса, құйрық май қосамыз. Үлкен қалақпен, дәу қасықпен 1 қасық.
эгерде пыскан сүйөк болсо ал сүйөк салууга болот. Эгер сүйөк жок болсо ушул куйрук май гана салынат, немесе сары май салынат. Зайтун майы болсо о да жакшы, кичкене касыкпен бир касыктай косулат. Осулар косуп кайнатылып, өкпөнүн суугун кетиретін, какырт түсүрөтүн сондай дары сорпа кайнатылат. Осуларды турактуу ичсе, эгерде 3 литрди 3 күндө немесе 2 күндө түгөсө типти жакшы. Сөйтүп 3 аптадай толук эмдилген кезде COVID-19 болсун, тагы башкадан болсун, сук тийгенден болсун, я болбосо химиялыктан закымдалган болсун, баары да акырын кетеди. Алла кааласа аман калат. Ал ауырмаган кишилерде осулай истейтин болсо, онда ауырмайтын болот иншалла. Сондуктан осуну дереу истөө керек жана туускандарга, досторго, тааныш кишилерге толугу менен жеткизүү керек. Алла эр аял мөмин мусулман баршамызга амандык бергей, саламаттык бергей жана осы тарап чыккан оорудан аман эсен чыгуубузду, содан сак болуубузду насип эткей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.